Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қытырлақ десерт хворст пісіру рецептін бөлісемін. Сегіз жүз грамм ұнға 2 шымшым тұз және қасықтың ұшында ас содасын салып, 6 жұмыртқаны біртіндеп қосып отырып, қамыр илейміз. Қамырды 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігіне тағамдық бояу қосамыз. Бояу өзі қамырға сіңіп, біркелкі болып жайылады. Қамырды жарты сағатқа қалдырамыз. Жарты сағаттан соң қамырды жұқа етіп жаямыз. Видеода көрсетілгендей 4 бұрыштап кесеміз. Бояу қосылған қамырды да дәл осылай жайып, кесіп дайындаймыз. Қызып тұрған майға 3-4 минут қуырамыз. Суығаннан кейін ыдысымызға салып, үстіне қоюландырылған сүт құйып, мак дәндерімен әсемдейміз. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.